Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін мен сіздерге өте қарапайым әрі оңай салат дайындап көрсететін боламын. Барлығы қол жетімді, үйде бар заттармен жасайтын боламыз. Ол үшін керек заттар біздерге пісірілген жұмыртқа, салат жапырағы, укроп, помидор, огурцы, тұз, майонез, жүгері, консервідегі жүгері. Жұмыртқаларымызды суға пісіріп алып, алдын ала дайындап қоямыз. Қызанағымызды алып турап бастаймыз. Міне осылай майдалап тураймыз. Қаласаңыз ұзынына тураңыз, қаламасаңыз қиғашына тураңыз. Ұзындауын кесіп жерсеңіз де болады, қыздар. Менікінде қылып жасасаңыз өте әдемі шығады. Әрі тойымды чаймен тіске басар десек те болады. Огурцыларымыз қытырлап тұрған өте тамаша. Тіркелмесеңіз, қыздар, маған тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Огурцыларымызды осылай майдалап турап аламыз. Менің каналымда пайдалы ақпараттар көп, қыздар. Содан қарап жасап алсаңыздар болады. Алдыменен тіркеліп алыңыздар. Мен бұл салатты күнделікті үйге жасаймын. Сендер де жасап көріңіздер. Огурцидың бәрін турап көрсетіп атқаным көрнекті болсын деп едім. Міне піскен жұмыртқамызды алып, осылай тураймыз. Жұмыртқа салсаң өте тойымды болады, қыздар. Әсіресе обедке, бұл тамақпен қосып беруге, кешкі асқа дайындасаңыздар. Мен осылай барлығын қиғаштап кесіп дайындап алдым. Мына жапырақтың орнына пекинский капуста қолдансаңыз да болады. Осындай мен сияқты салат жапырағын қолдасаңыз да болады. Осылай майдалап, жіңішкелеп турап аласыз. Енді көкшөп, бұл укроп, петрушка кішкене. Бұл сән береді, әрі адам ағзасына пайдалы. Тұзымызды салып, жарты чайный ложка тұз, жүгері қалағаныңызша. Мен енді балдар көп жақсы көреді, жүгерін сосын молдау салдым. Жүгеріден кейін майонез саламыз, 2 ас қасық саламыз майонезді. Барлығын енді жақсылап бұлғалап араластыратын боламыз. Қыздар, жасап қараңыздар. Маған осы салат ұнайды, әсіресе жазғы салат. Көкөніс пісіп тұрған кезде тек турап жей беретін. Міне осылай даяр болды, қыздар, жасап қараңыздар, ас болсын. Маған тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.